Көзге күңгірт, ойда бар өткен заман. Бізден бұрын өтіпті бір талай жан. Сол өткен көп заманның бір кезінде Қытайды билеп тұрған Санхожи хан. Көп болған өз жұртына шын мейірімі, ел қамын ойлайды екен күндіз түні. Өз басына келгенде есептейді, халқына біраз ғана зияндыны. Жүргенде мармар көлден балық алып, қасында ақын қыздар әнге салып, көңіліне ел жайынан бір ой түссе, қылады соның қамын қайта барып. Бойына лайық көрмей бос ойлауын, қағады алтын даулы қоңырауын. Бас уәзірін шақырып, жарлық айтып, осыны қылсын дейді барша қауым. Халқымда қысымшылық бар ма дейді, немесе бір нәрсеге зарма дейді. Мен алдасаң Құдайды алдағаның, жалған айтып жазада қалма дейді. Сізге өтірік айтқаным, қай қылғаным, онда бас пен сақалдан айрылғаным. Осы күнде еліңде түк қайғы жоқ, бұйрығыңмен бәрінде жай қылғамын. Елді аяп, әмірімді күнде айтамын, орнына келтірмесең ұлғайтамын. Ақылың жоқ болса да, жасың құрбы, ойымды сен тұрғанда кімге айтамын. Қайтқан соң уәзірімен қалжыңдасып, бақшада көгершінге жемін шашып, екі қыз дағарадай қол шатырды ұстап жүр хан басына жанталасып. Ол күні желсіз ыстық болды қатты, күйдіріп тиген жерін шыдатпапты. Қап-қара қол шатырдан өте шығып, тақсырдың тақыр басын шыжылдатты. Санхожи мұны көріп көп ойлады, шатырсыздар қайтып жүр деп ойлады. Үйге келіп уәзірін шақырып ап, елді ыстықтан құтқару еп ойлады. Ей уәзір, неткен ыстық бүгінгі күн, көшеде не жаны жүр шатырсыздың. Бай өз алсын, кедейге шатыр әпер, қазынадан ұсталса да қанша жүз мың. Жандарал қала басы частнойларын тез барып шақырып ап түгел бәрін. Бәрінің де бастары кесіледі, күн шыққанша бітпесе бұйрықтарым. Айтқан соң уәзір барып бұл бұйрықты. Ұлықтар қатты қорқып көп ұлықты. Аздан соң ақылдарын жиып алып, кеңесіп, күңкілдесіп сыбыр шықты. Қазынадан талай ақша алмақ болды. Ол ақша ұлықтарда қалмақ болды. Көшеде шатырсыздың бәрін ұстап, апарып, абақтыға салмақ болды. Ұлықтар осылайша айла тапты. Қазынадан неше мың сом ақша напты. Шатыр түгіл киімсіз кедейлерді ұстап алып зынданға бәрін жапты. Ертең-ерте патсаға бәрі кепті. Ей тақсыр, көзіңізбен көрші депті. Қалмады шатыры жоқ жалғыз адам, қазынаның аз ақшаға несі кетті. Білу үшін шықса да хан көшеге, шатырсыз бір кісіні көрсін неге. Баяғыдан ұлықтың қылық осы, бүгін сеніп болама дүниеге. Бұйрығын тез орындап ұлықтары, мақтанып шен алғызған қылықтары, абақтыда жылаған шатырсызша сорлы елдің тыңдалама қылған зары. Ұлтшыл деп сөгеді қазақшасын, қорғау дұрыс емес деп әркім басын. Көштен қалған қаңғырып, қазақ жаяу неге алдыңғы керуенге апармасын. Бірақ қазақ ұлығы тек тұрама, халқының кемшілігін толтырама. Біз көрген Николай ұлығындай, одан әрі менен көп сөз сұрама. Авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы, оқыған Кәрім Нұргүл.